Аптап ыстық пен экологиялық қауіптер оңтүстік Еуропадағы төтенше жағдайлар қызметіне үлкен салмақ түсіріп отыр. Испанияның Самора провинциясындағы Роалес дель Пан қаласында орналасқан Зареса қоқыс өңдеу зауытында ірі өрт шығып, құтқарушылар жедел әрекет етті. Диспетчерлерге 40-қа жуық шұғыл қоңырау түсіп, билік улы бұлт төнгені туралы ескерту жасады және А11 автомагистралінің бір жолағын жауып тастады. Испаниядағы өнеркәсіптік апаттан бөлек Франциядағы аптап ыстық салдарынан өзендегі су деңгейінің төмендеуі себепті ADF ядролық операторы Чулз және Катеном станцияларындағы 3 реакторды тоқтатуға мәжбүр болды. Мажарстандағы жалғыз атом электр станциясы да Дунай өзеніндегі су деңгейінің түсуіне байланысты қиындықтарға тап болуда. Экологиялық дағдарыс одан әрі оңтүстікте Грекияда ушыға түсті. Өрт соңғы 2 аптада 5 адамның өмірін қиды. Ал Коперникус деректері бір аптаның ішінде 12.000 гектардан астам жердің өртеніп кеткенін растады. Шенеуніктер өрт маусымы аяқталғаннан кейін шығынға толық сандық бағалау жүргізеді.